Баршаңызға сәлем, сіздермен осындай үлпілдек нәзік болып келетін тоқаш дайындаймыз. Жылы сүтке бір ас қасық шекер, бір ас қасық дрожж және бөлме температурасына сармаймыз салып араластырамыз. Содан соң ұнымызды саламыз, бір шай қасық тұз саламыз, жұмсақ қамыр иілейміз. Бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, енді қамырды бөліктерге бөліп жаямыз. Қамырымыз дайын, дөңгелектеп шығамыз. 4 бұрышты етіп кессеңіздер де болады. Қызып тұрған майға тоқаштарымызды салып пісіріп аламыз. Тоқашымыз дайын. YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы кеңестермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған жансая ас болсын.